Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін қарашаның 30-ы. Сегодня 30 ноября. Бүгін аптаның дүйсенбі күні. Сегодня понедельник, первый день недели. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Тема сегодняшнего урока – итоговый урок. Мен не үйрендім? Чему я научился? Или чему я научилась? Бүгін сендер өткен тақырыптар бойынша білімдеріңізді тексересіздер. Сегодня вы проверите свои полученные знания по пройденным темам. Оқылым, чтение. Бірінші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Разгадай кроссворд. Мынау не? Что это? Жарайсыңдар, балалар. Бұл не екен? Дұрыс. Бұл дүкен, магазин. Ал мынау не, балалар? Өте тамаша. Жарайсыңдар. Бұл доп. Ал мынау не, балалар? Қараңыздаршы. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Бұл үй. Это дом. Ал келесі суретке қараңыздар, балалар. Бұл не екен? Өте тамаша. Жауаптарыңыз жақсы. Жарайсыздар. Бұл кітап. Это книга. Ал мынау не екен, балалар? Қандай оқу құралы екен? Дұрыс, балдар. Бұл дәптер. Это тетрадь. Ал енді, балалар, келесі суретке қараңыздаршы. Бұл не екен? Өте тамаша, балалар. Жарайсыздар. Бұл күнделік. Это дневник. Келесі тапсырма айтылым, говорение. Әлібектің үйі ненің жанында? Ребята, это вопрос. Әлібектің үйі ненің жанында? Возле чего находится дом Алибека? Енді жауап беріп үйренеміз, балалар. Әлібектің үйі театрдың жанында. Дом Алибека возле театра. Үйіне театр жақын. Театр находится близко к дому. Мектеп үйінен алыс. Школа далеко от его дома. Келесі тапсырмаға қарайық, балдар. Андрейдің үйі ненің жанында? Возле чего находится дом Андрея? Жауапқа қарайық. Андрейдің үйі дүкеннің жанында. Дом Андрея находится возле магазина. Дүкен үйіне
жақын. Магазин находится близко к дому. Мектеп үйінен алыс, а школа далеко от его дома. Келесі. Әнелдің үйі ненің жанында? Возле чего находится дом Анели? Енді жауапқа қарайық. Теперь давайте посмотрим ответы. Әнелдің үйі мектептің жанында. Дом Анели находится возле школы. Мектеп үйіне жақын. Школа находится близко к дому. Саябақ үйінен алыс. Парк далеко от ее дома. Келесі тапсырма, балалар. Бұл жазылым, письменное задание. Үшінші тапсырма 108 бет. Сұрақтарға жауап жаз. Третье задание, 108 страница. Напиши ответы на вопросы. Ребята, мы уже познакомились с вами с вопросами и как отвечать на них. Теперь давайте попробуем ответить на вопросы письменно. Бірінші, сенің үйің ненің жанында? Мектептің, дүкеннің, театрдың, саябақтың. Ребята, вы должны выбрать один из вариантов ответа. Возле чего находится твой дом? Вы должны выбрать один из вариантов и написать ответ на этот вопрос письменно. Екінші сұрақ, второй вопрос. Сенің үйіңе не жақын? Что находится близко к твоему дому? Әрине, балалар, сіздер жазбаша жауап жазуларыңыз қажет. Вы должны написать ответ на этот вопрос. Үшінші, сенің үйіңнен не алыс? Что находится далеко от твоего дома? Ребята, смотрим внимательно. Назар аударамыз. Обращаем внимание на стрелочки. Алыс – это далеко, жақын – это близко. Сонымен, балалар, бүгін біз сұраққа жауап беруді үйрендік. Және алыс, жақын деген арақашықтықтың мағынасын білдік. Мы узнали значение далеко и близко. Алыс, жақын. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Сау болыңыздар. До свидания.